Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Өткір қалпақтылар сериалының 5-ші маусымына шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Острые козырьки. Бірінші бөлім. Арада 2 жыл өтті. Артурға кек алғыш періштелер атты ұйымнан хат келген. Хатта неге екені белгісіз, толық ақыны сұрауда. Бірақ олар Өткір қалпақтылар жайлы ештеңке естімеген. Артур хатты Томмиға оқып бергеннен кейін өртеп тастайды. Артынша барлығы орнына келеді. Томми Абирами мен Исая және Финді Қытай жеңгетайын өлтіруге жібереді. Теперь ты услышал о нас. Кейін Томми отбасын жинап, бұл қылмыстың не үшін керегі болғанын айтып береді. Этот сутенер шантажировал члена палаты лордов. Сондай бәле жабылған лордтың біріне келген Томми тындырған тірлігі үшін уәдетілген 50 мың ақысын талап етеді. Бірақ ер адам сөзінен айнып, 50 мыңның орнына 20 мыңды үстел үстіне қояды. Кейіпкер бірден олай болмайтынын ескертіп, тапсырыс берушіні қорқыта бастайды. Вы отдадите мне 50 тысяч наличных, или я заберу белого коня из-под вас. Лорд Сакерби, я видел фотографии. Сол уақытта Американың Детройт қаласында Шелбилардың ісін жүргізіп жүрген Майкл өзі сияқты нашаға отырып қалған қызбен көңіл көтеріп жүреді. Жігітке артынша Нью-Йорктегі қаржы биржасы құлдырап кеткені жайлы хабар келеді. Демек қалпақтылар түгелдей дерлік акцияларынан айырылды деген сөз. Ал бұл өте қомақты қаржы. Этого не может быть. Артур бұл хабарды бірден Томмиға жеткізеді. Олар бұл дүниеге кінәлі тек Майкл екенін түсінеді. Өйткені Томми оған алдын ала осылай болатынын ескерткен. Он сказал, что брокер напел ему, что цены отскочат. Он не продал. Он оставил акции. Да. Артур, созови заседание совета директоров завтра в полдень, и чтоб все явились. Бұл жиналыста Артур жиналғандарға болған келеңсіздікті бірдеңке қылып түсіндіруге тырысады. Сөйтіп отырғанда әйелдер арасында барлығын басқаратын адам жайлы келеңсіз әңгіме туындайды. Полли соңғы сөзді айтатын Томмиді күту керек десе, Линда күйеуін тықпаштап әлек. Ол күйеуінің және өзінің жағдайына көңілі толмайтынын Артурға бірнеше мәрте айтқан болатын. Каждую неделю твой брат уезжает в Лондон изображать Робин Гуда, защитника людей, а ты для него занимаешься рэкетом. И по вашему соглашению, если что-нибудь случится, тебя обвинят во всем, посадят или повесят. Бұл аздай Эйданың күтпеген жерден аяғы ауыр екен анықталады. Оның үстіне мүлдем күтпеген Бен Янгерден. Эйда, что? Что скажет Томми? Он знает. И давно ты знаешь про Эйду? Я знаю ее врача, он звонит мне. Қысқасы, Томми әдетінше барлығын біледі, бірақ кедергі келтіретін бірнеше мәселе бар. Сол себепті қомақты қаржыны жоғалтқандарына қарамастан, ақшалары жетерлік екенін айтып, отбасын сабырға шақырады. Пока рынок на дне, всем правят наличные, и они у нас есть. Кейіпкер ендігі сәтте парламенттің жаңа мүшесі ретінде лордтар мен жиналыс кезінде жұмысшылардың құқығы мен GCE-ден мүшесінде болған профсоюздың мәселесін көтереді. Естеріңізде болса, 4-ші маусымның соңына қарай Томми мемлекетте революция жасай алатын адамдардың арасына еніп, тыңшы болуға уәде берген. Сол себепті кейіпкер ақырындап төңкерісшілердің сеніміне кіруде. Томмидің керемет сөзінен кейін оған парламенттің тағы бір мүшесі назарын аударады. Ол шынайы өмірде болған Британияда фашистер одағын құрған Освальд Мосли. Оның мақсаты парламенттің күшін жойып, мемлекетте диктатура орнату. Бірақ бұл жаңа таныстық Томмидің көңілінен әзірге шықпайды. Сол түні ол жеке өмірі жайлы сұхбат алғысы келген Лебет тілшімен кездеседі. Тілші кейіпкерге алаяқ букмекер, гангстер болып жүрген адамның политик болғанына таңданысын бірден білдіреді. Әрине Томми бұндайды күтпеді. Дегенмен кейіпкер өзіне тән, сабырлы мізбақпас сөйлеу мәнерінде қарапайым қарадан шыққан жігіттің өмірін өзгерте алатынын айтады. Бірақ бұны аз санаған тілші кезінде майор Кэмпбеллдің өлімін еске алып, туысының бірінің қатысы бары жайлы сыбыс барын айтады. Оған жауап ретінде Томми тілші жайлы жеке ақпарат анықтағанын жеткізеді. Мистер Левит любит гулять по парку с другими мужчинами. Солай кейіпкер Лебеттің гомосексуалдылығы жайлы білетін меңзейді. Ал кейін сол тілшіні белгісіз адамдар қонақ үйдің лифтісінде атып тастайды.
Екінші бөлім. Бас кейіпкер өзінің жүйке ауруын дәрілермен басуға тырысып жүреді. Осы сәтте ер адам терезеге қарап, алыстан белгісіз бейнені аңғарады. Томми қолына қаруын алып, алқапта ағашқа қағылған қалпақтылардың киімі киілген қарақшы қуыршағын көреді. Қарақшыға Томмиге арналған хат қыстырылған. Хатта жерге қарасаң не еккеніңді көресің деп жазылған. Томми аяғының астына қарап, орнатылған миналарды көреді. Оған қоса қарақшыға байланған сағаттың қағысын естиді. Томми аяғын аңдай басып, мина алқабынан өтпек болады, бірақ оны бірдеңке тоқтатады. Кейіпкер бір минаны қолымен басып жармақ болады, бірақ өз-өзіне қол жұмсауға тағы бірдеңке кедергі болады. Сол сәтте ол мина алқабына қарай баласы жүгіріп келе жатқанын көреді. Ер адам баласына қарай жүгіріп, алқаптан алып кетеді. Содан кейін қайта келіп, қарақшыны атқылап, миналарды жарып тастайды. Үйіне қайта келген Томми кімге екені белгісіз адамға хабарласады. Байланысқа Белфасттағы капитан Свик шығады. Ол Майклды кепілге алған Ира ұйымының басшысы. Свик Майклдың Томмиге өлім тілеген адамдармен байланысқанын алға тартуда. Ендігі сәтте Ира ұйымы Томмиге таңдау жасауды ұсынады. Олар Майклды өздері өлтіреді, немесе Томми оның жағдайын өзі реттеу үшін үйіне жібереді. Солай олар Майклды Бирмингемге жібереді. Содан кейін кейіпкер Артурмен бірге тіл алмайтын Финді түзу жолға түсіру үшін сыраханаға келеді. Томми мен Артур інілеріне сарбаз емес, генерал екенін түсіндіріп бағады. Ты чертов Шелби, а значит, генерал. Ағайындылар інілерін өздері көрген сұмдықтан арашалап қалғылары келетін айқын. Бірақ бала күнінен бауырларын үлгі еткен Фин соларға ұқсаған батыр екенін дәлелдегісі келеді. Оған қоса Томмиге полиция алдында жақында болған Лебет тілшінің өлімі жайлы жауап беруге тура келеді. Өйткені Лебет қастандық алдында Томмидің қабылдауында болған, ал бұл күдік тудыратын айқын. Томми өзінің қатысы жоқ екенін алға тартып, сұрақтарына жауап беруден бас тартады. Сол арада Джина есімді қызбен отау құрған Майкл Бирмингемге оралады. Оны Полли мен Артур күтіп алып, не болғанын сұрайды. Я не предавал свою чертову семью! Бұндай қойылымнан кейін Артур ендігі сәтте жігітке ит секілді қарайтындарын айтады. Әрине Джина жаңа отбасымен таныстық бұлай болатынын күтпеді. Добро пожаловать в семью, Джина Грей. Сол арада Освальд Мосли парламентте сөз сөйлеп жүрген Томмиға аса мұқиятпен қарап жүреді. Ол оған қоса Томмидің кеңесшісі болып жүрген Эйданы назардан тыс қалдырмай, үстел үстіндегі әңгімеге шақырады. Моя сестра не советовала встречаться с вами. Вы отклоняетесь от курса партии. В сторону фашизма. А в каком направлении движетесь вы, мистер Шелби? Я сам себе революция. Мосли Ирландиядан біреуді айқын мақсатқа іздеп жүргенін мойындайды. Бірақ Томми ештеңкеге қарамастан оның ұсынысынан бас тартады. Бұндай кездесуден кейін Томми жағдайдың айқын болғанын Эйдаға айтады. Кейіпкер өзінің тағына біреудің көз тігіп жүргенін алға тартуда. Люди считают, что мне конец, и начинают вести себя по-другому. Кто же займет трон, а? Абирам и Голд, люди Севера, Майкл. Әрине Эйда бауырын бастан кете бастады деп ойлайды. Кейін Артур мен Томми Поллимен кездеседі. Кейіпкер түсінде қара мысықты көргенін айтады. Такой сон означает, что рядом предатель. Ты сама мне говорила. Сол сәтте сыраханаға Майкл әйелімен кіреді. Майкл басында Томмиді сатып кетіп, ақшасын ұрлап Голливудқа салмақ болғанын мойындайды. Бірақ Джина оны тоқтатқан. Бірақ Томмиді қызықтыратыны Майклды кім ұрлап кетті. Майкл Бирмингемге кемемен жүзіп келе жатқанда шотландиялықтарды кездестіргенін айтады. Олар Томмидің әлсірей бастағанын алға тартып, шабуыл жасамақ болып, Майклды өз қатарларына қоспақ болған. И что ты ответил? У меня не было времени ответить. Я думал, что они копы, но это были бойцы Ира. Ол шотландиялықтар Бридждоннан шыққан Биллидің адамдары болған. Олар кейінірек сериалда көрсетілетін болады. У них под крылом все работники шахт, связи в Белфасте и Ольстере. А еще не лезут в политику. Томми әңгіменің соңында Майклдан компания жоғалтқан ақшаның барлығын қайтаруды талап етеді. Сол уақытта ормандағы сығандардың тұрағында отырған Абирами бөтен дыбыстарды естиді. Сол сәтте оған оқ атылады.
Ағаш арасынан Майклды Томмиға қарсы қоймақ болған Биллидің бандасы шығады. Олар Аберрамидің баласы Бонниді соққыға жығып крестке асып тастайды. Содан кейін банданың басшысы Бонниді атып тастайды. Сол уақытта Томми мен Артурдың өмірлері қалыпты жүріп жатады. Линда Артурға хат жазғанын айтады, ал Лизи болса Томмиге жазған. Екеуі Томмидің компанияның қаржысын шашып, заңды істерінен айырылып қалама деп қорқады. Если ты умрешь, Томми, твое место отойдет ко мне. Я должна знать, что при этом останется. Сол түні Томмидің үйіне көлік келіп тоқтайды. Ішінен қанға боялған Джонни Докс түседі. Оған қоса ашуға булыққан Аберрами түседі. Ол Доксты қинаған болып шығады. Они застрелили его и распяли на кресте, и теперь он мертв. Только Джонни Пес и его родня знали, где наш лагерь. Это не я, клянусь Богом. Пошли вон от моего дома! Все вы! Вызови скорую, или он потеряет руку. Үшінші бөлім. Томми мен Полли Грейстің атындағы қор демеушілік жасайтын қыздарға арналған жетімдер үйіне келеді. Олардың бұл жерге келген себебі тәрбиелеуші діндар әйелдер жетім қыздарға күш көрсетуде. Наполовину черную девочку вы заставляли мыться другим мылом. Наши грехи по сравнению с избиением детей. Наши грехи. Қыздардың бірі әйелдің қаһарынан қорыққандығы соншалық асылып қалған. Үшінші маусымдағы Хьюз әкейден кейін Томми діндар адамдарды ұнатпайтын болған. Сол себепті Томми балаларға қаталдықты қоптамайтын алға тартып, олардың жетімдер үйін қамтамасыз етуден бас тартады. Кейін Томми Артур мен Майклды ертіп Лондонға келеді. Олардың келуі Аберрамидің баласын өлтірген Биллидің бандасының басшысы Джимми Маккалереннің ісімен байланысты. Олар сол бір Джимми мен байланысы бар адаммен кездеспекші. Вы оба встречались с плохими людьми, но этот человек сам дьявол. Оның танысы Освальд Мосли болып шығады. Әңгіме кезінде Томми одан істеріне көмегі тиетін ерлер жайлы сұрайды. Олардың ішінде Джимми Маккалерен бар. Бірақ Мосли Маккалеренмен таныстығын жоққа шығарады. Бірақ ол Томмидің болашақта өзіне көмектескенін қалайды. И мне нужны именно вы. Меня не волнуют войны за территорию. Томмиді өзіне байлау үшін ер адам үстел үстіне сол бір тілшінің өлімі туралы ақпаратты тастайды. Оны Томмидің адамдары өлтіруі мүмкін. Жағдай Артурды да айналып өтпеді. Мосли оның әйелі Линданы басқа еркекпен көргенін айтқан, бірақ араларында ештеңке болмаған. Ашуға булыққан Артур сол бір ер адамды соққыға жығып, ұстарамен бетін кесіп тастайды. У меня доброе сердце. Но вот эти руки принадлежат дьяволу. Бұндай өмірден шаршаған Линда Артурмен ажырасқысы келіп қашып кеткен. Мосли мен Томмидің әңгімесіне оралатын болсақ, Мосли кейіпкерді өзінен кейінгі фашистік партияның басшысы болғанын қалайды. Мосли сделает вас заместителем? Он знает, что я пользуюсь поддержкой рабочих. Мы поможем ему на митингах. Келесі көріністе Эйданың баласы Карл өзін расистік жағынан алға кеткенін көрсетеді. Эйда Джинаны ауруханаға алып кеткенде, Карлға қарап отырған әкесі Бен Янгер баласының қара нәсілділер мен еврейлерге деген көзқарасы қатты асқынып кеткенін аңғарады. Я не хочу, чтобы вы были моим папой. Мой папа белый, и он в раю. Сол уақытта Полли Аберрамиді ауруханадан шығарып, сығандар тұрағына қайтып алып келеді. Полли оған ағайындылардың міндетті түрде баласының кегін қайтаратынын жеткізеді. Бірақ ер адамға әзірге кегін тия тұруға тура келеді. Әрине Аберрами сырттан бақылап тұратын адам емес. Достань охотничье ружье. Я еду в Шотландию. Сол арада Томми Мослиден келген хатты Бен Янгерге көрсетеді. 2 недели назад убили журналиста. Мы не причастны к тому убийству. И зачем вы показали это мне? Министр, возможно, подстрекает к мятежу. Вы из разведки, Янгер. Вам хватит намека, покажите его начальству. Үйіне оралған Томмиға Докс Аберрамидің баласының кегін қайтару үшін Шотландияға кеткенін хабарлайды. Черт! Жоспарының өзгергенінен ашуланған Томми Доксқа Артур екеуің Аберрамиді жақсылап бақылаңдар дейді. Сол арада қалпақтылардың әйелінің өмірінің дәмін татқан Джина Америкаға қайтып баласын тыныштықта босанғысы келетін алға тартады.
Оған қоса Поллиға бостандық ескерткішінің мүсінін сыйға беріп, оны Майклдың Америкаға алып кеткісі келгенін айтады. Бірақ Полли бұл әлемде бостандықтың оңайлықпен келмейтінін түсінеді. Все мы пытаемся сбежать, но не выходит. Сол уақытта Глазгода Аберрами Биллидің адамдарына аңшылық жариялайды. Ол кейбірін соққыға жығып, Маккалеренді креске қағатын айтып жолдама жібереді. Маккалерен өз кезегінде адам санатына жатқызбайтын сығандарды өзі табуға әрекет жасайды. Наши враги – цыгане, которые наши ученые называют селекцией. Солай ол Аберрамидің тұрағын табады. Бірақ олардың алдын ораған Артур Аберрамиді өзімен алып кетіп, жауларына гранатадан тұзақ құрып кеткен еді. Если ты хочешь войны, ты ее получишь. Сол арада Томми Мослимен кездеседі. Ер адам кейіпкерге әлемді жаулап алғысы келетінін айтады. Ол Муссолинидің жағынан қолдау тапқан. Енді Томмидің көмегімен Британияда фашистер одағын құрмақшы. 30-е годы, мистер Шелби, будут принадлежать нам. Бұл әңгімеден кейін Томми Бен Янгерге Мослимен жұмыс істеуге келіскенін айтады. Мне нужно знать, что мой статус осведомителя официально утвержден. Демек, Томми Мослимен соғыспай, оның сеніміне кіріп, Британия барлауына Бен арқылы фашистердің жоспарын жайып салмақшы. Есесіне Томми әскери келісімге отырады. Бірақ Мосли Томмидің бұрынғы жаулары секілді емес еді. 4-ші бөлім. Джимми Маккалерен Бирмингемге келіп Томмимен кездеседі. Әңгіменің төркіні араларындағы соғысты уақытша тоқтатып, келісім шарт бойынша уақытша бейбітшілік орнату. Келісім шарт Томми ұсынған қағазда жазулы. Еще в конверте лежит чек на 500 фунтов для вашей жены и черную повозку для вашего тела, если вы нарушите это перемирие. Бұдан кейін Томми қытайлық Чанг есімді адаммен жолығады. Кездесу кезінде Артурға Фин хабарласады. Оған Чангтың қызының бірі басына тапанша кезенуде. Ол бұны Томмидің назарын өзіне аудару үшін жасаған. Говорят, что к Томми Шелби не подойти, если не выбить дверь. Қытайлықтар қалпақтылардың мемлекеттен 7 тонна таза апиіндерін шығарғандарын қалайды. 7 тонн чистого опиума будет стоить примерно 1 190 000 фунтов. Содан кейін Томми Артур мен Поллиді шақырып, қытайлармен жұмыс істеу керек пе деп талқылайды. Басында Полли мен Артур бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болады. Бірақ Томми Майклды отбасылық бизнеске қайтаратынын айтқанда, Полли келісе кетеді. Содан кейін Полли Артурға соққыға жыққан адамы полицияға шағымданғанын айтады. Бірақ қалпақтылар барлығын реттеп қойған. А еще я скажу, что тебе пора бросить Линду. Я не могу, Полли. Содан кейін Томми парламенттің ғимаратында Аберрамимен кездеседі. Томми ер адамға Джиммиде қалған үшін уақытша тоқтатуын бұйырады. Когда мы закончим, он весь твой. Әрине, Аберрами бұндайға разы болмағанда, Томми оған Поллидің тұрмысқа шығатынын айтады. Ты сидишь на троне и указываешь Полли Грей, за кого ей следует выйти замуж? Я устраиваю прием. Ты приглашен. Пригласить тебя туда ее идея. Оған қоса бұндай қабылдауға Освальд Мослидің де шақырылғанын білеміз. Шақыруды алған Мосли Лизиді бұрын жөзекші болғанда кездестіру мүмкін екенін айтады. Томми оған жауап ретінде оның өткенін айтады. Ер адам әйелінің сіңілісімен және әйелінің өгей анасымен жатып жүрген екен. Для нас двоих запреты под запретом. Сол арада Полли қытайлардың апиіндерін тасымалдау үшін Томмидің Майклды компаниядағы орнына қайтаратын хабарлайды. Бұл өз компанияға қомақты кіріс кіргізбекші. Келесі көріністе Томми мен Джимми Маккалереннің арасындағы келісім айқындала бастайды. Томми оған қытайлардың нашасын тексеру ретінде кішкене бөлігін сатпақшы. Егер барлығы ойдағыдай болса, Британияның келесі бөліміне тасымалдауды бастамақшы. Келесі көріністе Лизидің туған күніне орай ұйымдастырылған кешке ауысамыз. Майкл әйеліне жұмысына қайта оралып, қытайлардың апиіндерін тасымалдаудан түсетін кіріс жайлы айтып береді. А если вас поймают? У Томми есть друзья. Мы будем принимать герцогов и герцогинь. И на стене будет твой портрет. Томми Шелби исчезнет, и Майкл Грей будет править бал.
Кешке келген Аберрами Поллиға үйленуге ұсыныс тастайды. Сол сәтте сарайға бір көлік келеді. Артур кімнің келгенін анықтау үшін сыртқа шығады. Келген адам Линда болып шығады. Артур әйелін татуласу үшін келді деп ойлайды. Бірақ әйелдің жоспары басқа болатын. Ол өзіне саусағын да тигізбеген адамды соққыға жыққаны үшін күйеуін кінәлайды. Пусть все острые козырьки горят в аду. Бесінші бөлім. Полли Артурды атпақ болған Линданы бірінші қолынан атқан. Артур оған өзін атуына жол беріп, Линданы азаптан құтқару керек еді дейді. Амалы қалмаған Артур әйелін өзімен бірге кез келген бағытқа жүзіп кетуін жалына сұрағанда, Линда күйеуін өлтіре алмағаны бекер емес екенін түсінеді. Я рада, что не убила тебя. Это было бы милосердием. Солай Линда Артурды басындағы қайғы қасіретпен тастап кетеді. Сол арада Освальд Мосли жиында бекер кетпей жиналғандарға өзінің жаңа партиясы жайлы хабарлама жасайды. Британский союз фашистов. Мосли өзін Британияны алдыңғы қатарға шығарғысы келгендердің көш басшысымын деп санайды. Ол әйгілі оратор Гитлердің мәнерінде ағылшындық тәкаппарлық пен шетелдіктердің басып кіруі жайлы және еврейлік қастандық жайлы сөз сөйлейді. Содан кейін Томми мен Мосли болашақ жайлы жеке сөйлеседі. Ер адам кейіпкерге еврей заңгерін жұмыстан шығаруын талап етіп, өзінің еншігін Биллидің адамдарына тапсыруын ұсынады. Есесіне ол үлкен билікке қол жеткізбекші. Вы будете хранить миллионы в Швейцарии. Әрине Томми Мослидің барлық ұсынысымен келісіп, өз рөлін сомдап, Бен Янгерге Мослидің қылмыстық байланысын дәлелдейтін құжатты ұстатады. Ер адам болса қазіргі айналысып жүрген істері өзіне ұнамайтын айтады. Өйткені ол басшылығы жағынан үнемі қысым көріп, Д секциясы тарапынан қауіп күтуде. Бірақ бұндай кедергілерге қарамастан Янгер Томмиға сенеді. Содан кейін Бен шығып көлігіне отырған сәтте жарылып кетеді. Янгердің көлігін жарған кім екені әзірге беймәлім. Бұл әрекетті Мосли жасауы да мүмкін. Солай кейіпкер екеуінің арасындағы ойын басталады. Томми Мослиді өлтіру үшін ескі танысы Барниді жалдайды. Кейіпкер алдымен жынықханада жатқан жолдасына цианид салынған капсуланы ұстатады. Оны ішкен адам қиналмай өледі. Бірақ Барни оны қабылдаудан бас тартады. Сол себепті Томми оны емханадан шығарып снайпер жұмысын береді. Сол арада Томми Эйдаға Бен Янгердің өлімін хабарлайды. Әйел Янгердің өлімін сабырмен қабылдайды. Өйткені Эйда оны сүймеген. Сол арада Аберрами Чангқа апиынның бөлігін алу үшін барады. Кенет қараңғы көшеде атыс басталады. Ал бұрышта қансырап жатқан Чанг корольдің атынан келген ирландиялықтар апиынды алуға келгенін айтады. Эти парни из банды Титаник. Очень умелые солдаты. И я тоже. Апиынды сақтап қалған Томми Джиммимен кездесіп бір бөлігін тапсырып, Лондонға баратын Мослидің қауіпсіздігі жайлы сөйлеседі. Самый талантливый организатор на юге, Альфи Соломонс. Он мертв. Әңгімеден кейін келген Артурға Томми жоспарын айтып береді. Алдағы болатын көтеріліс сахнасына шыққан Мослиді Барни атуы керек. Солай Томми Британия фашистер ұйымының басшысы атанбақ. Ал Артур мен Аберрами Биллидің адамдарының көзін құрталады. 6-шы бөлім. Томми Британияның болашақ премьер-министрі Уинстон Черчиллмен ортақ мақсаттары Мослидің көзін құрту жоспары жайлы ақылдасуда. Черчилл кетер алдында майор Кэмпбеллді сен өлтірмедің бе деп қызыға сұрайды. Нет, его убила моя тетя. Мне явно стоит приехать в Бирмингем и провести вечер с вашей семьей. Томми үйіне келіп, отбасын жинап, Мослиден құтылу жоспарымен бөліседі. Оның сөзін Майкл бөліп, әйелі Джинаның Америкадағы отбасының көмегімен апиын саудасын басқаруды ұсынады. Я организую экспансию в Америку, где наркобизнес только зарождается. Бұл бизнесте Майкл директордың рөлін атқармақшы, ал Томми политикалық атына кір келтірмес үшін өлген Джонс есімді адамның атын жамылып, сол істің басы қасында жүрмек. Американцы не хотят иметь дело со старомодной бандой уличных громил. Это время прошло. Томми Майклдың бизнес жоспарын отқа лақтыра салғаннан кейін Джина күйеуіне: Что ж, нас принуждает ко второму варианту.
Ал бұл тек жаман дүниені білдіреді. Сол арада Томми мен Артур араларында жүрген тоқылдақты табады. Ол Микки есімді адам. Дәл соның кесірінен Артур мен Аберрамиге қастандық жасалған. Томми Миккиді өлтіргеннен кейін қолы қалтырай бастайды. Кейін Полли Томмиға алдағы Майклмен болатын соғыс жайлы ескертіп айтады. Томми өз кезегінде оны өлтіретін айтады. Оған қоса Аберрами Майклдың жағына шықса, оны да өлтірмекші. Осыдан кейін Полли оған жұмыстан шығатыны жайлы арызын береді. Содан кейін Томмиға тырнақшаның ішінде дін аман Альфи Соломонс келеді. Альфи Томмидің оғынан кейін тірі қалған. Я лежал на берегу. Я помню, как оглянулся вокруг и подумал, черт, если это ад, он очень похож на Маргит. Томми Альфидің адамдары Бирмингемде сөз сөйлейтін Мослиге кедергі келтіргенін қалайды. Солай абыр-сабыр болғанда Мослидің көзін құртпақшы. Мне нужно устроить дебош, Альфи. И говорят, у вас по-прежнему есть авторитет. Сколько ты платишь? Я думал, вам важен повод, Альфи. Иди в жопу. Альфи көмектесуге келісіп, әрі қарай не болатынын сұрайды. Я продолжу, пока не найду того, кого не победить. Қастандық жасалардан бір күн бұрын Томми Чарли ағасынан анасының қалай өлгенін сұрайды. Она просто шагнула в канал. Я останавливал ее 3 дня, но она все равно это сделала. Твой дед ушел так же. Совершил самоубийство. Иногда такое передается в семьях. Келесі күні қалпақтылар Мослидің Бирмингемге келуіне дайындалады. Қаланың екінші шетінде Мослиді жанкүйерлері ұрандатып күтіп алуда. Финда оның сөз сөйлеуіне бармақ болып кетер алдында бірге жұмыс істейтін әріптесі Билли Грейтке бүгін бір фашисті өлтіретіндерін айтып қояды. Фин кеткеннен кейін Билли тұтқаны алып біреуге бұл хабарды жеткізеді. Сол арада сөзін бастаған Мосли жауларын қаралап жатады. Барни болса атуға дайындалып тұр. Ал Аберрами болса баласының кегін қайтару үшін Джимми Маккалеренді өлтіруге оқталуда. Бірақ жоспардың талқаны шығады. Барни мен Аберрамиді біреу ерте өлтіріп тастайды. Артур мен Томми оқиға орнынан қашып кетеді, ал Мосли дін аман қалған. Бұл мінсіз жоспарды аузында сөз тұрмаған Фин құртқан еді. Томми барлық жауларын тізіп шығады, бірақ сатып кеткен қайсы екенін түсінбейді. Солай Томми өзі жеңе алмайтын жауын тапқан тәрізді болады. Кейіпкер тұман басқан алқапқа келіп басына тапаншасын кезеніп айқайлайды. Осылай 5-ші маусым аяқталады. Соңғы 6-шы маусымды көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарийге кез келген ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздермен Киномен.